Погодасы кәдімгідей кішкене жаз болып тұр екен енді, білмеймін ау. Күн шығып, кәдімгідей бар ғой, білмеймін енді. Кайф қой мына жақ. Алматы суық, мына жақта натуре жылы екен. Ойбой, мына кішкене бизнес класста болып тұр ма, қалай өзі? Добрый день. Сегодня прекрасный день. Просто улыбайтесь. Улыбайтесь, и все будет хорошо. Ой. Қолым кішкене факи болып тұр ғой. Маған бетезін. Это Шымкент, детка. Болып тұр ма, ғой? Сабек бермейсіңдер ма? Маған да сүртіне салған ба сонда? Өтік болып кейін бап, самса жеп тұрған қалай болады екен? Заринадан қызғанып жатыр деп жатыр. Мені? Мен сені, сен мен, ма білмеймін сонда бір деп отыр. Не дейсің? Біраздан жазылды ма? Сестренсімен қосып отыр еще. Или бажа боламыз болмаса. Ау? Бұл да бір отказ жоқ. Алмаймын. Жақсы екен, ішіп тұратындай екен, ja? Ішіп пең, шықтық. Қатын көпір деген жер екен. Неге бұл жер қатын көпір? Білмеймін, бірақ біздің ата жау шығып тұрады. Көпірдер соққан ғой. Қалай ғай? Біледі. Дұрыс. Қатындар көпір соққан ба? Молодец. Өйткені ана жерде не бар ғой? Көл ма артында? Оның аты қандай? Көлдің аты? Грибной канал шығар. Грибной канал дейді. Пожалуйста. Стакан деген маған көбейт продать. Көбейт продать стакан деп айтамыз өзіміз. Негізі біз жалпы тамақ ішуге керек, не ол дегенге қоймайсыңдар. Не деп жатыр мына жігіт? Кірісіп кеттік негізі. Иә, кірісіп кеттік. Қатты кірісіп кетпей қойыңыздар, енді сәл-сәл болады, алыстан. Танский бешбармақ жейін деп жатырмын. Десін қамырын көрейік. Кішкене дәу болып тұр екен, қамырын ортасынан бөліп. Великолепно. Это просто шедеврально. Бір-екі іштеш? Бір-екі іш. Құдай берсінші, міне қараңыздар, мына жерде сорпа тұр екен. Мына түрі жақсы екен, жақсы екен. Кеше кішкене анау бургер жеп жатқан кезде өтірік эмоция беремін. Мына жерде шын эмоция беріп жатырмын. Қалай? Эмоция ұнап жатыр ма? Қалайға бір рет барамыз деп, бір апта ауырайым. Түркістан ауыртпайтын шығар, я надеюсь. Бірақтың погодасы негізі суық болғанмен қатты жүрекке тимейді ғой, я? Я? Жүрекке тимейді? Типа. Сіз Түркістанда романтик жігіттер көп ау деймін, кәдімгідей қарасыңдар, что лепестоктармен біреуге дайындап қойыпты, виносымен кәдімгі. Ой, романтик жігіттер көп сияқты мына жақта. Просто мысалы Түркістанда жүрік. Керуен сарайы ғой мынау, я? Өмірімде екінші рет келіп тұрмын. В общем, әдемі екен негізі, бірақ обычно мен андай елестеткен ой енді бір адам көп жүре ма десем, в общем, ешкім жоқ. қыста сондай болады. Қыста бұл жақта ешкім болмайды. Жазда прям ине шаншыр жері болмайды. Қандай шаншы? Ине шаншыр жері болмайды. Ине? Шаншыр. Бүйтіп ине тық кететін жер болмай ма? Даже сондай жер. Әдемі. Керемет. Өте адам көп болады екен обычно. Сондай.